Серік, маған сенің көмегің керек. Ал, қандай көмегім қажет? Мен ғашық болып қалған сияқтымын. Тек бұл құпия. Сен құпия сақтай аласың ба? Әрине, ешкімге айтпаймын. Жарайды, сенем. Енді мен оны кездесуге шақырғым келеді. Шақыра берсеңші енді. Оған бірдеңе сыйлау керек екенін білем, бірақ не сыйларымды білмеймін. Сондықтан уайымдап отырмын. Уайымдама, мен бір нәрсе ойлап таптым. Рас па? Қане тезірек айт. Оған гүл сыйла, өте әдемі гүл. Міне қағаз, қайшы, сызғыш және желім. Бәрі қарапайым. Балалар, каналымызға тезірек жазылыңдар. Лайк пен қоңырауды басыңдар. Әйтпесе ең қызықты өткізіп аласыңдар. Ақ қағазды аламыз. Мүмкін жарқырап тұратын қызылын алсақ ше? Бауыр, сәл сабыр сақта. Ақырын ғана былай өлшеп аламыз. Жіңішке сызық жасаймыз. Енді қағазды былай қиямыз. Сызыққа дейін қисайтпай түзу. Осылай шетіне дейін қиямыз. О, Серік, сенің қолыңнан келмейтіні жоқ екен, Мінекей, қиып болдық. Енді дәл солай қызғылт қағазбен жасайық. Мәссаған, қызғылт гүл. Бұл енді әдемірек секілді. Қане. Ортасынан бүгеміз және қиямыз. Жаман емес. Енді қара, қағазды мынадай қалыпта жапсыруымыз керек. Ақ қағазды да солай. Аға, абайлап жасаймыз. Желім біраз кеуіп, жабысқанша дейін гүлдің сабағын жасайық. Ол үшін жасыл қағазды аламыз және оны түтік секілді ораймыз. Сабағы мықты болу үшін оны желімдеп қоямыз. Міне былай. Енді скотч пен гүліміздің қызғылт бөлігін аламыз. О, балалар, ең қызығы басталғалы жатыр. Серік шеберлігін көрсетіп жатқанда, сендер каналымызға жазылып, лайк баса беріңдер. Енді скотчты мына жерге жапсырамыз да, кесіп тастаймыз. Гүліміздің сабағын алып, оған гүлдің басын айналдыра бастаймыз. О, қызық екен. Я, бауыр, бұл өте қызық. Ең бастысы, мұны өте ұқыпты жасау керек. Әйтпесе дұрыс шықпайды. Енді скотчпен қағазды бекітеміз. Міне осылай. Сосын гүліміздің екінші қабатына көшеміз. Мынау бір пион секілді болып шығып жатыр ғой. Серік? Я, бұл өте әдемі және ерекше гүл болып шығады. Мына жерде дәл солай жасаймыз. Скотчпен бекітіп, гүлді сабағына ораймыз. Енді оны сабағына скотчпен бекітеміз. Скотчты кесеміз. Енді гүлдің қауызын ашайық. Мәссаған, Серік, сен ең мықтысың. Осы гүл менің құрбыма ұнайды деп ойлаймын. Балалар, ал сендер өз қолдарыңмен не жасай аласыңдар? Комментке жазып, өз видеоларыңды жіберіңдер. Бауыр, ал сенің құрбыңның аты кім? Моника. Оны саған көрсетейін бе? Қане? Мінекей, бұл Моника. Ол өте сұлу екен. Талғамың жақсы екен, бауыр. Әрине. Оған тағы бір сыйлық жасасақ қайтеді? Алақай! Ал оған не сыйлаймыз? Енді барлық қыздар кішкентай мысықты жақсы көреді. Менің білуімше... Сонда мен оған мысық сыйлауым керек пе? Жоқ, мен бірдеңе ойлап таптым. Қане, онда не бар екенін көрейікші? Я, бұл свитбокс деп аталады. Қане, енді ашсаңшы. Ол Моникаға ұнайтын болсын. Қазір ашып жатырмын ғой. Оған қоса мына жерде ашпасаң білмейсің деп жазылыпты. Мен де соны айтып отырмын ғой. Қане, тездет. Міне қара, мына үлпілдек кейіпкердің бірі болады. Қане,
не болсаңшы енді, оны көзімізбен көрейікші. На. Эх, бауыр, бәрі де оңай емес екен. Үлпілдек кейіпкерге алдымен жетіп алу керек. Немене қазбалап жатсың? Болсаңшы. Оппа, қыра. Конфет пе? Я, Моникаға ұнауы тиіс. Барлық қыздар тәттіні жақсы көреді. Жарайды, ал үлпілдек ойыншық қайда? Қазір оны да шығарамыз. Та-да-да-дам! О, қандай керемет мысық! Сондай сүйкімді! Иә, бұл мысықтың аты Альберт. Ол көшбасшы. Оның супер күші мен асқан ақылы бар. Ой, болды! Моникаға ұнайтынына мен енді сенімдімін. Балалар, каналымызға жазылуды ұмытпаңдар. Сосын лайк басыңдар. Ал мен кеттім, Моника!